Мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері мен олардың жұбайы, сондай-ақ квази мемлекеттік сектор субъектілерінің қызметкерлері және олардың жұбайы салық органдарына кірісі мен мүлкі туралы декларация тапсыруға міндетті. Осы күнге дейін алынған мүлік пен міндеттемелер кіріс декларациясында жариялануы керек. Ұсынбаған адамға әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Бірінші рет ескерту беріледі. Ал екінші ретінде 15 айлық есептік көрсеткіш толық емес мәліметтерді көрсеткен үшін 3 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл арқалайды. Келесі 2024 жылы барлық жеке дара кәсіпкерлер өздеріне және жолдастарына декларация табыстау қарастырылған. Содан соң соңғы кезеңде, яғни 2025 жылы қалған санаттағы қызметкерлер, яғни барлық үйде отырған зейнеткерлер декларация табыстауға міндеттелген. Енді декларация табыстаудың қағаз тасығыштағы түрі 15 шілдеге дейін мерзімі аяқталды. Енді барлық мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің естеріне сала кететін болсақ, ағымдағы жылдың 15 қыркүйегіне дейін аталған декларацияны табыстап болуға керектігін естеріне саламыз.